Қарақалпақстанда 3 қазақ қамауда отыр. Отандастарымыздың туыстары сыртқы істер министрлігінен көмек сұрайды. Билеттердің бәрін жаңағыдай официальный касса арқылы сатылсын деп автовокзал директорына ұсыныс жасайды. Басшының орынбасарын жеке алып кетіп сабаған. Фактілер өте көпті қалып қойған. Бұл біздің дипломаттардың осалдығын білдіре ме? Елшіліктің бұл жерде өкінішке орай жұмысы нөл деп айтуыма тура келіп тұр. Керуен базарының бұрынғы атауы Үшқоңыр болған. Оның құрылтайшысы ретінде Болат Назарбаевтың есімі аталатын. Адам өзгерсе де иесі қалуы мүмкін. Болат Назарбаевтың осы автовокзалға қазір қатысы бар ма? Болат Назарбаев оңайлықпен беріп қоймайды. Құрылтайшының мен атын атай алмаймын. Бұл барып тұрған бассыздық. Төбелес болған, басқа болған, сөйтіп бұларды алып баратқанда інісіне звондап үлгерген ғой. Ресми барған адам жігітше далада разборка жасай ма, жасамайды. Шақырып тұрған адамдар олардың танымайтын адам емес. Ұйымдасқан қылмыстық топ болу мүмкін екенін де білу керек. Менің жолдасыммен қасында көмекшілер алған, бүкіл травманы, ол медициналық экспертиза бәрі доказано дейді. Бірақ тергеуші оны басқаша бұрмалап жіберген. Сыртқы істер министрлігінің өкіліне хабарластық, ол жаққа сұрау салдық. Дегенмен осы мәселе бойынша олар әзірге үнсіз. Мен үмітімді үзе бастадым, өйткені 2,5 ай өтіп кетті. Мен шыдамдылықтарыңызға таңғалып отырмын. Қазіргі мәселеміз біздің шай жатқан жолдастарымызды шығарып алу керек, елге қайтару керек. Қалайда біз соны талап етеміз. Ертеңгі аптада болатын сот белгіленді. Сыртқы істер министрлігіне үлкен дабыл. Армысыздар, бұл қазақ ютубындағы тәуелсіз ток-шоу айтамыз. Мен Асқарбек Қазанға, біз бастаймыз. Қарақалпақстанда 3 қазақ қамауда отыр. 3 айдан бері жат жердің темір торына тоғытылған отандастарымыздың туыстары сыртқы істер министрлігінен көмек сұрайды. Керуен автовокзалының басшысы оның орынбасары мен досына жазықсыз жала жабылды ма? Қазақстан азаматтарын соққыға жыққан кімдер? Алдымен экранға назар аударайық. Осыдан 3 ай бұрын Алматы облысындағы Керуен автовокзалының басшысы, оның орынбасары мен досы жұмыс бабымен Қарақалпақстанға барады. Алматы Нүкіс бағытындағы жолаушы тасымалында түйткіл көп. Қордаланған мәселелерді шешу үшін көрші елге ат басын бұрған отандастарымызды жат жердің жігіттері соққыға жыққан. Алайда жерлестерімізді жабыла тепкінің астына алған өзге елдің азаматтары полицияға арыз түсіріп, жәбірленуші болып шыға келген. Автовокзалдың о жақтағы директоріне кіріп, ұсыныс тастайды. Официальный автовокзалдың ішіне касса қойып, билеттердің бәрін жаңағыдай официальный касса арқылы сатылсын деп автовокзал директорына ұсыныс жасайды. О жақтың автовокзалдың делдалдар билейді. 3 кісіге о жақта жаңа делдалдар жабылады. Бір 10 шақты адам болып жабылады енді. Медициналық освидетельство келгеннен кейін бұларды уже потерпевші емес, подозреваемый деп таниды да, уже түсіндіңіз ғой. Жаңа жабылған балдар бұлардың үстінен заявление жазып жатыр да. Нүкістегі тергеу абақтысында жатқан Данияр Жүнісов, Ерғали Жақыпбеков, Айдос Көбентаевқа бопсалау және бұзақылық баптары бойынша қылмыстық іс қозғалған. Алайда отандастарымыздың туыстары тағылған айыппен келіспейді және тергеу бір жақты жүргізілген деп отыр. Жақындарынан хабар ала алмай қиналған жандар осы оқиғаға сыртқы істер министрлігі араласпаса, Қазақстан азаматтары жазықсыз сотталып кетуі мүмкін дейді. Басшылары қамауда отырған автовокзалдың заңгері Медет Тауқан ағамызды студиямызға шақырсақ. Ассалаумалейкум ағам. Қош келдіңіз студиямызға. Жалпы мынау Данияр Жүнісов бастаған осы базардың басшылығы Нүкіске қандай себеппен барды? Түсінікті болсын, сол жағынан бастасақ әңгімені. Ассалаумалейкум. Енді ең әуелі мына заттан бастаған дұрыс сияқты. Бізде халықаралық маршруттар бойынша заңды біздің өзіміздің белгіленген схемамыз болады, жаңағы сызбамыз болады, одан кейін расписаниямыз болады, қай уақытта жүретін, одан кейін біздің белгіленген тарифіміз болады. Сол мәселе осы тарифқа байланысты біздің тасымалдаушыларымыз Данияр мырзаға келіп өздерінің шағымдарын айтты. Нүкісте біздің жаңағы келетін жолаушыларды жолдан делдалдар алып қояды, 550 мың сомнан солардан алады, бізге 300 мыңнан береді деп, 250 мыңды өздерінің қалтасына алады деп. Содан енді ол кісі басында біз ештеңе істей алмаймыз, ол енді жат ел, қолымыздан келгенше хат жазайық, айтайық деп солай әрекет етіп жүрген. Бірақ енді соңында тасымалдаушылар өздеріңіз мұрындық болмасаңыздар, өздеріңіз көмектеспесеңіздер,
бізге мынау адам тасымалы тиімсіз болып бара жатыр деді. Әр барып келгенде жаңағы жол өзінің, автобус өзінің жол ақысын, яғни жанармайдың шығынын да ақтай алмай өзіміздің қалтамыздан төлеп жатырмыз деді. Содан енді жаңағы Данияр мырза мен Айдос мырза екеуі осы мәселені қалай болса да шешіп, енді Өзбекстанға барып, сол нүкісте... Ол жақта нақты кіммен кездесті сонда? Ол жақта нақты кездескен жаңағы біздің, жаңағы айттым ғой, сызбада көрсеткен автовокзал бар ғой, соның басшысымен кездеседі. Сол кісінің басшысымен кездесіп, мына бізде де бұндай мәселе болған, делдалдар біздің жаңағы кассаға жеткізбей адамдарды алып, өздері сондай сауда жаңағы пайда көріп отырған. Біз оны автоматизация жасау арқылы кассаларды жаңағы кассалар арқылы сатуды жолға қойғаннан кейін осы мәселе бізде шешілді деп осындай ұсыныс жасауға барған еді. Бірінші барып сөйлесіп келгенде ол жақты жақсы қабылдап дұрыс болған екен деп, осылай бірге істейік деп, осындай келісім мәмілеге келген болатын. Сол жақта барған кез бірінші? Оның осы мына соңғы барғанның алдында барғанда солай келісіп келген болатын. Ол жақтың вокзалының директоры мен біздің вокзалдың директоры келісіп, осыны орнына қоямыз деп, орнына қойды деп те ойлаймын, өйткені тасымалдаушылар одан кейін бізге уже не еткен жоқ. Билеттерді касса арқылы сатылып жатыр, жақсы болды деп айтты. Жақсы, енді мынау нақты бар ғой, сол оқиғаға көшейікші. Төбелес қайдан шықты, жанжал қайдан туындады, қабарыңыз бар ма ол туралы? Енді біз дәл сол жерде болмасақ та, бірақ енді сол жақта болған балалардан естіген, қасында жүрген балалардан естіген әңгіме бойынша жаңағы 2-3 күн делдалдар, енді олар өздерінің тауып отқан пайдасынан айырылып қалды ғой. Айырылып қалғаннан кейін бұлар жаңа Данияр мырза мен Айдос мырзаның келгенін алдын ала біліп, соған өздері бір дайындық әрекет жасаған көрінеді. Содан кейін енді нақты қалай не болғанын білмеймін, бірақ жаңағы ең бірінші Айдос деген басшының орынбасарын жеке алып кетіп сабаған. Содан кейін барып жаңағы біздің директорды, сосын оның досын екеуін сабаған. Қай жерде сабаған? Ол көшеде сабаған ба? Енді ол жаңағы жеке алып кеткен деп естідім да. Неден? Вокзалдың территориясынан басқа жаққа алып кетіп барып сабаған деп естідім. Тергеудің барысы қазір қалай болып жатыр олар? Не дейді сонда? Тергеудің барысы бұлай жабық негізі. Көп информация бермейді. Біздер енді нақты бізге мынандай деп жаңағы информация беріп отырған жоқ ақпарат. Адвокат жалдадыңыздар ма? Адвокат жалдадық. Сол Ташкенттен, иә? Сол адвокат Ташкенттен ба, сол Өзбекстанның азаматы ғой, сол жақтың азаматы. Енді бүгін бар ғой, мынандай жағдай болып тұр да, бұл енді біздің елде емес, басқа елде оның үстіне. Жалпы сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Қазақстан азаматтарына ол заңсыз жала жабылған біз қалай біле аламыз? Өйткені ол жақта мысалы адвокат жалдайтын болса, оларды енді өзбек ағайындар өздеріне бұра тартуы мүмкін дегенде бір күдік туындауы мүмкін да. Осы орайда әрине бұл халықаралық дау. Мен заңгер ретінде айтайын, бұл жігіттер әділеттілікті, заңдылықты талап етіп, өзге мемлекетке барып, сол талаптарын жеткізіп, мәмілеге отырған. Өзі айтқандай, бұл мәміле делдалдардың қалтасынан үлкен жаңағындай соққы жасады. Делдарды алдын ала ұйымдастырып, осы келген сәтін күтіп, ұрып соғып, денсаулықтарына аса ауыр қатыгездікпен жаңағы зиян келтіріп отыр. Біріншіден. Екіншіден, біздің қылмыстық кодекспен қарайтын болсақ, қылмыстық кодекс 24-ші бабында алдын ала қылмыс жасауды ұйымдастыру деген бар. Алдын ала өлтіруді ұйымдастыру деген бар. Сондай іс-әрекетке де барған деп есептейміз заңгер ретінде. Және де бұл жерде ол кісілердің абақтыға қамалып отырғаны заңсыз. Өйткені бұл кісілер өздері жәбірленуші. Бұлар сол алдын ала келісіп, менің ойымша, ол жерде де жемқорлық фактор орын алу әбден мүмкін. Ол кісілерді жауып тастап отыр қазіргі таңда. Бұл барып тұрған бассыздық.
Өйткені қылмыстық іс, халықаралық қылмыстық істер жан жақты толыққанды объективті зерттелу тиіс деп есептеймін. Олар неге қамақта отыр? Жәбірленуші болса, олар Қазақстанға келуі тиіс. Қылмыстық іс бойынша халықаралық нормаларға сәйкес, факттерге сәйкес бүкіл мәліметтерді бізге айтуы керек олар. Сөзіңіз аузыңызда, бір емес, Қазақстанның 3 азаматы қазір Өзбекстанда отырды, бірақ әңгіменің ашығы осы уақытқа дейін сол туралы әудеген не сыртқы істер министрлігі, не консулдық жоқ. Осындай мәселеде сыртқы істер министрлігі, консулдық нақты қандай көмек көрсету керек деп ойлайсыздар? Менің өзім жеке ойымша, бұл жерде елшіміз бірінші Қазақстан, Өзбекстан Республикасының ішкі істер министрімен жолығып, қылмыстық іс бойынша толықтай ақпаратты алып, көшірмесін алып, өздері танысып, олардың конституциялық құқығы тапталды ма, жоқ па, соған баға беруі тиіс. Егер де конституциялық құқық тапталып, олар сол Өзбекстанның қылмыстық кодексіне сәйкес күдікті болып танылса, онда олардың статусын жәбірленушіге ауыстырулар тиіс, күш-жігерін салып, және де Қазақстанға алып келу керек. Елшіліктің бұл жерде өкінішке орай жұмысы нөл деп айтуыма тура келіп тұр. Өйткені азаматтарымыз шетелде қамалып жатыр. Олардың өміріне кім кепіл ертең сол түрмеде өліп кетпеуіне? Оларға ешқандай медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Оларға қатысты сот медициналық сараптама тағайындалды ма? Мысалы, Қазақстанда ондай іс-әрекетте қылмыстық кодекстің 106 бабы мен 24 бабы қылмыстық іс тіркеледі. Оларда да соған ұқсас заңдар бар. Денсаулыққа қасаған ауыр зиян келтірілсе, қандай зиян келтірген анықтау үшін қаулы шығару керек, оларды сот медициналық сараптамадан өткізу керек, сарапшының қорытындысымен посолдарды елшілеріміз таныстыру қажет. Елшілік осы ақпаратты біздің Қазақстанға таратуы тиіс. Туысқандарына, туғандарына неге әлі күнге дейін ол жұмыс істелмеді, мен білмей отырмын. Бағдарламаны көріп отырған құрметті көрермен, арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің айтарымыз алда. Бір жақты ғана қарауға болмайды. Байыбына біз бара алмаймыз. Мәселен, ол жерге барған жағын біздің қазақ бауырларымыз қалай соққыға жығылды? Олар білмеді ме? Мысалға, бір адам сыртқа шығарып жүрген кезде, сен бөлек мемлекетте жүріп қалай шығасың, оны білесің ғой, делдалдардың жолын кесіп отырған. Ол бәлкім бір қылмыстық топта болуы мүмкін, ұйымдасқан. Бұл жерде айтайын деп отырғаным, сол жердегі жаңағы вокзал басшылары негізінен білу керек, ол делдалдардың кім екенін білу керек, олар қандай жолмен табыс табатын, ол ұйымдасқан қылмыстық топ болу мүмкін екенін де білу керек. Біле тұра олар неге шықты деген сұрақ. Неге олар жаңағы автовокзалдың аумағынан шығып кетті, неге өзін алдын ала жаңағы қауіпсіздігін ойламады? Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз білеміз, қазақстандықтар шетелге шыққан кезде аты шығып кетіп жатады. Оңтүстік Корея бар, өткенде аэропорттан секіріп қашып кетті деген сияқты. Сосын Таиландта, Еуропада штрафқа түсетін қазақ, Америкаға бірдеңені бұзатын қазақ дейді мысалға. Біз білмейміз, біз бір жақты бұл жерде өзбек билігі кінәлі деп айта алмауымыз да мүмкін. Неге? Өйткені олар бәлкім тағы біреуді жыққан шығар, содан кейін барып оларды ұрып кеткен шығар. Тағы бір мәселе. Егер де біз байыбына бармай тұрып осылай сыртқы істер министрлігі дым істемей жатыр деген әңгіме бар, елшілік міндетті түрде біздік азаматтар кінәлі болса да болмаса да бару керек, мән-жайды білу керек. Сыртқы істер министрлігінің осы уақытқа дейін үнсіз жатуын сонда қалай түсінеміз? Сыртқы істер министрлігінің үнсіз жатуы бәлкім ол ақпараттың оған жетпеуінде шығар. Өйткені бізге қоғамдық резонанс керек. Мен енді өзім пиар маманы ретінде қоғаммен байланыс. Біз әуелі жаңағы порталдарға беру керек. Толып жатыр ғой ақпараттық ресурстар. Өзбекстанда қаншама қазақстандық журналистер бар мысалға. Біздің әріптестеріміз сол жерде біздің корпункттар бар. Ташкент қаласында. Сол журналистерді жаңағы жерге апарып кәдімгідей көрсетпейміз бе? Болады ғой. Хабар 24 арнасы бар, тағы да Қазақстан арнасының да сопқорлары бар сол жердегі. Соның барын іске қосу керек. 3 айдан бері неге жатыр? 3 ай емес, 3 аптадан кейін осы. Сөзіңіз аузыңызда, жалпы соңғы рет кіммен және сол жақта қашан байланысқа шыққан? Енді соңғы рет маған сол ұсталған күннің ертеңіне Данияр мырза звондады. Телефон шалып, маған біздің жаңағы автовокзалдан келгенімізді растайтын анықтама, содан кейін жаңағы бұйрықтарды жіберуімді өтінді. Бауырымыздың айтып отқанына қарағанда, енді өздері де кінәлі болуы мүмкін деп тұр ғой енді, жаңағы аэропорттан қашып кетті. Бір жақты не olmай, екінші тарапта тыңдау керек қой. Мынандай нәрсе ғой. Бұл жерде бұлар біріншіден нелегал емес, официально вокзалдың атынан, оған қоса біздің
Қазақстан мен Өзбекстан арасында бізде келісім шарт бар. Сол екі жаңағы паритетный основа дейді ғой, негізінде, паритеттік негізде. Сол жақтан мысалы біздің қарама-қарсы, бізге қарама-қарсы өтетін Өзбекстанның перевозчигі бар. Олардың бәрімен бізде келісім шарт бар. Бұлар енді ресми барып тұрған адамдар ғой. Заң бойынша бекітілген. Ресми барып тұрған адамдар, олар жаңағы жұмыс іздеп барып, ойбай, олар почерный соны айтамын да, бір мәселе жұмыста емес, мәселе бізде қазақта мінез бар ғой. Ана жерде жаңа 10 адам келіп тұрса да, ал енді не істей аласың деп тұрған сияқты бір сынай танытқан шығар. Ол екі тарапта келісім шарт болған деп. Мысалы, сізді біреу ұрып атса қарап тұрмайсыз ғой негізінде. Мүмкін енді ол жерде олар жігіт болғаннан кейін келіп шақырып жүр сөйлесеміз дегенге мүмкін шыққан шығар содан кейін вокзалдың территориясынан. Ол мен ойбай ана жерде қай ата бабам қорқақ болып өскен. Жоқ, жігіт емес, мәселе бұл жерде кәсібилікті өзіңіз айтып отырсыз, ресми барды. Ресми барған адам жігітше далада разборка жасай ма, жасамайды. Жоқ, ресми. Соны алдын ала білу керек қой. Жоқ, мынандай нәрсе ғой. Енді ол жаңағы келіп шақырып тұрған адамдар, олардың танымайтын адам емес. Бұрын сөйлескен, бұрын кездескен ғой. Бұрын сол жерде олар делдалдық жұмыс жасап жүрген. Олар біздің директорларға, енді біздің жаңағы тасымалдаушылардың айтуы бойынша, олар директорларға басқа бағаны айтып, жаңағы тасымалдаушыларға басқа бағаны беріп, жаңағы өздерінің ақшасын ұстап отырған адамдар ғой. Қара нарықта жүрген кісілер ғой. Олар енді осы уақытқа дейін біздің бастықтар үндемегенге, сол бұға бергенге сұға берген ғой. Содан кейін былайша айтқан кезде басқа шыққасын амал жоқ, сол жаққа барып дейсің. Содан кейін уже барып сөйлесіп тұр ғой, ол енді жігіттер мыналарың болмайды. Жақсы, мен ақпарат үшін айтып кетейін. Данияр Жүнісовтың жалпы осы автовокзалға басшы болғанына 1 жылда толған жоқ, 2022 жылы тағайындалған. Одан бері мысалы пандемия кезінде тоқтаған жұмысты жандандырамын деп жүрген кезде осындай келіссөзге барды, 3 ай отыр. Енді бұның салдары тек қана жұмысқа емес, ол кісінің артында қазір жары мен 6 баласы тағатсынан күтіп отыр. Экранға назар аударсақ. Ләйлә Амантайқызы Данияр Жүнісовтың жұбайы. Күйеуінің жоқтығы келіншектің жанына қатты батқан. Өйткені ерлі зайыптының кәмелет жасына толмаған 6 баласы бар. Оларды асырау жалғыз Даниярдың мойнында болыпты. Үйдің жалғыз асыраушысы жоқ кезде күнкөріс қиындағанын көп балаларына жасырмайды. Былай айтқанда жала жабылып отыр. Ешқандай бір не болмаған, ешкімнің басы жарылмаған, қолы сынбаған, кішігірім ғана бір келіспеушілік болған. Соның салдарынан менің жолдасымды және оның көмекшілерін қылмыскер деп айыптап отыр, жазықсыз. Енді 6 баланы қалай бағып отырсыз? Ағайын туыс жора жолдастарымыз көмектесіп жатыр әзірге. Бәріне рахмет айтамын. Және әлі де көмек сұраймын. Өйткені балалар, қыздарым күнде сұрайды әкелерін. Мен бұларға уже не деп жауап берерімді де білмеймін. Керуен автовокзал директорының орынбасары Айдос Көбентаевтың әйелі Ұлдан Сүлейман қызы да күйеуінің бостандыққа шығып, отбасына тезірек оралуын тілейді. Енді Қарақалпақстанда қамауда отырған осы азаматтардың жарлары бүгін студиямызға келді. Ортамызға Ләйлә Амантайқызы мен Ұлдан Сүлейман қызын шақырсақ. Жақсына сюжетті шет жағасын көрдік, тыңдадық. Енді өз ауыздарыңыздан естісек, жалпы қамауға алынғанын, соққыға жығылғанын қашан және қандай жағдайда кімнен естідіңіздер? Соққыға жығылғанын басында бізге 2-3 күн жасырды. Недоступен болды жаңағы телефон несі аясынан тыс жерде болды. Біз уайымдадық. Өйткені 24 күні мен ондардың шамасында екеуміз хабарласқан кезде кешкі немен шығамыз деді, рейспен ала жаса, жұмыстарымыз реттеліп жатыр деп. Кейіннен шықтыңыздар ма деп, уже 9-дан аса немді жазбамды уже бармады оған. Мен уайымдай бастадым, не жағдай болып қалды екен деп. 2 сағат өтті, 3 сағат өтті, сосын Шымкентте туған інісі тұрады. Соған хабарласам, ол да недоступен. Сөйтсем, сол күндіз болған оқиға кешкісін болған ғой, түстен кейін болып кетті тұр ғой, 5-6 кезінде. Сол кезде жаңағы төбелес болған, басқа болған, сөйтіп бұларды алып баратқанда інісіне звондап үлгерген ғой. Тез жет, бізді алып кетіп бара жатыр деп. Оның телефонын алып үлгерген, артынша інісі артынан барған. Жаңағы неге? Нүкіс қаласына. Сіздің жағдайыңызда кім хабар берді? Біз наурыз айында естідік. Оған дейін хабар ала алмай отырдық. Сосын уже уайымдай бастағаннан кейін бізге достар ол кезде біліпті, мен жолдасымның сол достары келіп айтты. Оған дейін ешқандай хабар ала алмадық, өйткені телефон бәрі недоступен болды.
Ал сіздер енді жалпы осы оқиғадан кейін Қарақалпақстанға бардыңыздар ма негізі? Иә, мен де бардым. Айтып берсеңіздер, қайда бардыңыздар, кімге бардыңыздар? Бірінші сіз бардыңыз, біз қалай естідік, солай жолға шықтық. Барып жаңағы тергеушімен сөйлестік, бірақ бізге ешқандай мән жайды айтпады. Бізбен дөрекі сөйлесті. Сосын келесі күні бізге бірақ айтты, жаңағы менің жолдасымды тергеуге алып келеді деп. Біз сол кезде даладан көріп, бір ауыз сөзбен айтып былай сөйлесіп, ол кісіні кіргізіп жіберді. Болды, соны біз жаңа передачамызды беріп қайттық. Ешқандай Бір-ақ рет көрдіңіздер ме сонда? Иә. Далада сөйлескен кезде бір нәрсе айтып үлгерді ме? Уайымдамаңдар деді, одан басқа ештеңе деген жоқ. Бізге мән жайды өйтіп бәрін ашық айтқан жоқ. Иә. Жалпы енді осы келіссөзге шығардың алдында негізі енді жолдастарыңыз жұмыстағы мәселемен бөлісетін бе еді? Бір уайымы бар, басқасы бар, мен осындай бір маңызды кездесуге баратынбыз деп бір ойлармен бөлісті ме? Бір уайым болды ма оларда? 1-2 күнге ғана нүкіске барып келеміз деді маған, мысалы. Болды, басқа ештеңе айтқан жоқ. Біз уже 2 күн емес, 3 күн, 4 күн өткеннен кейін уже уайымдай бастадық. Телефонда сөніп тұрды. Уже өзіміз жаңағы жолдастарына шыға бастадық. Солай естідік хабарды. Жалпы енді бұл жағдайға қатысты енді сіздердің пікірлеріңіз қандай, мысалы? Енді тергеу үшін дөрекі сөйлеуі бар, басқасы бар. Бұл жерде қылмыстық іс қандай баппен қозғалып тұр? Қазір шамамен оларда жаңағы ұрып соқты деген бап па, сондай, иә? Иә, 2 бап қой жаңағы. 2 бап тіркеліп. 2 бап тіркеліп. Енді мен айта кетейін, негізі өзім заң саласында жүргеніме көп болды. Осы пандемия кезінде Данияр атты азамат маған заңгерлік көмекке жүгініп келген. Мен қазір осы бағдарламада келген кезде кейіпкердің атын, фамилиясын естігенде есіме түсірдім. Ол жігіт осы жаңағы керуен автобекетін алғанын және де өзінің кәсіпкер екенін айтып таныстырып, мен өзімнің құжаттарымды заңдастырып, бәрін заң аясында жаңа Қазақстанда әділетті қылып бұл кәсібімді жүргізгім келеді. Сіз соған маған көмектесіңіз. Бізде кассовый аппарат орнаттық. Бәрін налогын ашық түрде төлеп жатырмыз. Тек қана біз солай жасасақ қана ол біздің кәсібіміз бәріне тиімді болады деп айтып жеткізген. Шынымен мен ол кісіге заңгерлік кеңесімді бердім. Мен үшін енді мен жақтап отқан жоқпын бір тарапты. Данияр есімді азамат әділетті, шыншыл, жаңа ақиқатқа жүгіріп жүрген кәсіпкер ретінде көзіме көрінді. Сөзіңіз аузыңызда айтып отыр ғой, мысалы жаңа бәрін шынайы қылғым келді, әділдік орнатқым келді деп. Сол ойында жүрген кезде оған қарсы шыққан, болмаса аяқтан шалғысы келген адамдар болды ма? Осы 1 жылдың ішінде. Енді бұларды конкурент болып тұр ғой. Әйтеуір солармен келісе алмай жүрген бір әйтеуір телефон арасында өзім естіп қалатынмын да. Жаңа өзара не істеп жататын енді. Енді сондай бір дөрекі ешкіммен сөйлесіп көрмеген. Бірақ конкуренттермен әйтеуір бұлар жаңағы сол бұлар заңдастырамыз дейді, а олар келіспей жүргенін естіп жататын. Сол кезде сол әңгіме барысында бұл әңгімеде айтылған болатын. Мен кәсібімді заңдастырғым келеді, ашық түрде мемлекетке салық төлегім келеді. Бізде мынау оказывается осы тасымалдауда жаңағы жемқорлық фактілер көп орын алған екен, маған дейін көбінесе жаңағы талық төлеуден қашады, кассовый аппаратпен жұмыс істеуден қашады. Мен ол кісілерге қарсы шықтым деді. Қорғаушы не дейді сіздерге? Мен айтсам болады ма? Енді мен жаңағы адвокатты жалдаған інісі барған кейін жаңағы следовательдің былайша айтқан кезде айтып жатыр ғой, жала деп. Расымен өйткені тергеуші жасанды не жүргізген дейді да. Мысалы, әшейін бірінші часть дейді, мен заңды түсіне бермеймін, кішігірім төбелескен ғой. Менің жолдасымен қасында көмекшілер алған, бүкіл травманы, ол медициналық экспертиза бәрі доказано дейді. Бірақ тергеуші оны басқаша бұрмалап жіберген дейді. Бірінші часть емес, үшінші частьқа жіберген дейді. Кәдімгі ұйымдасқан қылмыс. Иә, ұйымдасқан қылмыс деп. Одан кейін інісі, одан кейін адвокат жалдауға мәжбүр болған сол Нүкіс қаласынан. Бірінші адвокаттан уақыт өткен ғой, 2 апта, уже 3 апта, 1 айға кетіп жатыр. Ол адвокаттың үмітін үзіп, екінші адвокат сол Нүкіс қаласынан тағы да тапқан. Ол пока тоже жаңағы бүкіл іс ненің бәрін қарайым деп жүрген кезде тағы да уақыт өтеден кейін тағы да нәтижесіз болады ғой. Біздің международный жаңа лицензиясы жарамайды деп түсінгеннен кейін Ташкент қаласынан басқа адвокаты осы қазіргі адвокат Ташкент қаласынан жалданған адвокат. Керуен базарының бұрынғы атауы Үшқоңыр болған. Оның құрылтайшысы ретінде Болат Назарбаевтың есімі аталатын. Енді сол кездерде автовокзалдың басынан дау арылмаған екен. Сондай сюжеттердің бірін көрсек, экранға назар аударайық. 2018 жылы оңтүстік Қазақстаннан Алматыға жолаушы тасымалдайтын кәсіпкерлер белгісіз адамдар автобустарды жол бойында тоқтатып, Үшқоңыр автовокзалына күштеп кіргізетінін айтып шағымданған болатын. Тасымалдаушылар олар жүргізушілерге қоқан-лоқы көрсетіп, қорқытқанын да жеткізген. Үшқоңырға кір деп, балдарды төбелеп,
автобусымның лобовойларын сындырды. Әр баламның 4-үүден, 3-үүден балдар бар. Бала шағасын бағу керек қой. Неше шофер ауыстырдым. Тастап кетеді, айдамаймыз біз деп. Таяқ жей береміз бе деп. Айта кетейік, алғашында сауда орталығы болып жұмыс істеген Үшқоңыр автовокзал ретінде 2015 жылы заңды тіркелген. Енді ол кезде қателеспесем, Данияр осы автовокзалдың көмекшісі болды, дұрыс па? Басшысының көмекшісі болды. Иә. Қазір керуеннің құрылтайшысы кім? Енді қазіргі керуеннің құрылтайшысы басқа кісі, жеке тұлға. Ол кісі осы 2022 жылы сатып алған, 18 мамырда сатып алған. Болат Назарбаевтың осы автовокзалға қазір қатысы бар ма? Жоқ, қазір қатысы жоқ ол кісінің. Болат Назарбаев кезінде Баянауыл ма бір базар болып еді ғой? Иә, Баянауылдағыларда күштеп сол базарға жаңағы неғылғандарын қаңқу сөздер болды. Бұл да мүмкін. Енді мына жерде біз айтып отырмыз ғой, мәселені анық-қанығын сіздер бізге кәдімгідей кинодағындай рет-ретімен көрсетіп жатырсыздар. Бастапқыда айтылған әңгіме. Данияр бұрыннан бері осы жерде қызмет етеді екен. Осыған дейін осының осындай былықтар болғанын біледі екен. Соны біле тұра сол жаққа барып неге төбелеседі екен деген сұрақ қой. Біз мысалға турист болып қалсақ Түркістанға, Өзбекстанға. Бізге ешкім тиіспейді, өйткені ешкімнің жолын кеспейміз біз. Олар соны біле тұра неге барды? Неге олармен бірге шығып сөйлесті? Ол құпия нәрсе. Неге? Өйткені осындай аты шулы даулы мекен барлық жүргізушілермен айып тағып қазірден өзі айтып жатыр. Неге? Өйткені ол кәсіп қой. Әр кіріп шыққан автобус ақша төлейді. Соның барлығын біле тұра сөйтіп барып, оларда бір жүйенің қалай жұмыс істегенін іштей біліп, бәлкім жаңа заңдастырғысы келген шығар. Бірақ белгілі бір топтың жолын кесетін біліп, неге ондай қадамға барды деген сұрақ, ол тағы бір сұрақ. Айтыңызшы Салсон. Енді адвокат арқылы біз жолдасымның өз қолымен жазған, сол кезде болған жағдайды, олар төбелеске біліп бармаған ол кезде. Айтайын сізге, жаңағы жандастыруға барған, актобазалмен директормен келісіп отырған жерінен, кабинеттен жаңағы танымайтын адамдар келіп, делданың біреусін танитынын танымай мүмкін, бірақ бір топ бала келген, оншақты кабинетке прям нагло кіргенде жаңағы көмекшісін шақырған далаға. Жүрш, екеуміз сөйлесіп келейік деп. Бұлар артынша шыққан, сол бірінші территорияда болған ғой, дау-дамай, төбелес. Видеофиксация бар ол жақта, олар бірінші бастаған. Түсінбей қалдық сол кезде. 3 адамға, 3 жігітке алғанда 10 шақты адам бас сап сол кезде жаңағы адвокат бәріне жазған кезде сол куәгер автовокзалдың директоры бар. Что төбелесті сол кісілердің себепсіз бастаған. Сөзіңіз аузыңызда, төбелес салдары, ал негізгі себебі алыптардың айқасы болуы мүмкін емес пе? Мысалы, қазір осы автобекет Болат Назарбаевтың иелігінде емес дегенге сенесіздер ме? Енді әртүрлі нәрсе болуы мүмкін ғой. Енді адам өзгерсе де иесі қалуы мүмкін. Біз оны білеміз. Мынау биліктегі, мемлекет басындағы үлкен жаңағы аймақтарды басқаратын кісілердің жаңағы туыстары, таныстары, достары белгілі бір бизнес нысандарына иелік ететіні өтірік емес қой. Рас. Оның жаңағы барлық өздеріңіз көрсетіп отырған Азаттық сайтыда барлығын көрсетіп айтып отырады. Сол себепті бұл жерде бір жақты жаңағы Данияр деген жігіт екі жақтың таласында бір құрбан болып қалып отырған сияқты. Неге? Өйткені мына жақтағы бір топ Өзбекстандағы бір топпен өзара келісіп, өзара жаңағы заңсыз ақша айналымын жүргізіп отырған әрекеттері болған ғой. Ал Данияр соған қарсы шығам деген бір ойымен құрбан болып қалып отыр. Оларға Өзбекстанда отырған тиімді. Мысалға, қалай ол Өзбекстанда да заң бар ғой енді. Біз қазір сыртқы істер министрлігі шығып, оны қорғайтын болатын болса, онда міндетті түрде ол заңсыз әрекеттің әшкере болатыны мәлім. Енді бұл жерде белгілі бір өте бір ықпалы зор тұлғалардың сол Даниярдың сол жерде отырғанына әрекет етіп отырғаны бізге түсінікті болып отыр осы жерде. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұрынғы басшылықтың қазіргі басқа басшылық екен, оны юристер, басқа жұмысындағы басшылар дәлелдеп беру мүмкін. Онда менің ешқандай шаруам жоқ, шындығында дегенде. Менің басты талабым дейді ма, өйткені осынша тергеудің енді
тергеліп жатыр, неге тергеу әлі әділ болып жатқан жоқ, бір жақты болып жатыр, ешқандай сот бірінші сот 20 мамыр күні болу керек, ол күні болмады. Келесі сот енді алдымыздағы аптада болайын деп отыр, Алла қаласа. Бірақ сол соттың әділ өтетініне мен күмәнім бар. Өйткені консульство мен неге консулдыққа тоқтайықшы, консулдыққа бардыңыз ба, есігін қақтыңыз ба, не дейді? Мен есігін қаққан жоқпын, жаңағы інісі арқылы маған айтты ғой, күтейік, сабыр сақтайық, бәрі рет-ретімен заңды түрде келе жатыр жұмысы деп. Бірақ мен үмітімді үзе бастадым, өйткені 2,5 ай өтіп кетті. 2,5 айдан кейін мен бардым Нүкіс қаласына. Нүкіс қаласы сонша километр жерге бардым. Сөзіңіз аузында тұрыңызшы, бағана Ануар әріптесім дұрыс айтып кетті. Бұндай жағдайда 3 айдан бері отыратын болса, неге әлеуметтік желі, неге СМИ арқылы байбалам салып осы мәселені неге осы уақытқа көтермедіңіздер? Мен консульствоға сендім. Шындығында мен сол жақтағы елшілікке сендім. Өйткені мен енді үйде тұрған анамын, ешқандай бір заңды соншалықты біле бермеймін, бірақ 3 ай деген тым көп уақыт қой, 3 ай. Өйткені бізді де солай созғылап отты. 3 аптадан кейін дабылғаға бастау керек. Әлде 3 ай бойы үндемендер деген сіздерге бұйрық болған жоқ. Біз білген жоқпыз ғой, бізге күтіңдер деді. 3 аптадан кейін артық күтуге болмайды. Жоқ, алдыңыз бір адвокат не істеді, оны күттік. Міне шығады, Алла қаласа ертең, арғы күні, жарай тағы күттік. Сонымен күтумен біздің уақытты өткізіп алдық та. Бағдарламаны көріп отырған құрметті көрермен, арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің айтарымыз алда. Өзбекстанда қазір қаралып жатыр, сот болады дейді. Қазақстан тарапынан адвокат сол жаққа барып араласа ала ма? Сол сұрақты мен қойғым. Иә, болады. Оған ешқандай кедергі жоқ. Өйткені Қазақстандағы жаңағы адвокаттар сол қылмыстық іске араласып, сол қылмыстық істің процестеріне қатысып, заңды мүддесін қорғауға құқылы заң бойынша. Бірақ та бұндай қолайлы жағдайды жасау сыртқы істер министрлігінің құзыреттілігіне кіреді. Сол қылмыстық іске адвокаттың араласуына, қылмыстық істің жан-жақты толыққанды объективті зерттелуіне бұған сыртқы істер министрі елшілік көмек көрсетеді. Енді бұл кісілердің менің ойымша 3 ай бойы үндемегені әділетті шешім шығады деп күтіп отырды. Адвокаттар жалдады, елшілікке адвокатты сұраныс хатын мүмкін жібергенде шығар. Сол уақыт аралығында уақыт өткізіп отыр. Енді нақты келгенде уже көздері жетіп, дабыл қағып отып, келіп отыр. Мен уже өтініш арқылы жаңағы президент аппараты, әкімшілігі дейміз ғой, сосын жаңағы бас прокуратураға жаздым, одан кейін жаңағы МИД-қа жаздым. 4-5 органға жаздым. Жаңағы адам құқық қорғау жөнінде тоже бір сондай орталық бар десең, соған жаздым. Бәрінде жаңағы исполнитель тағайындалды. Шынымен бәрін заңдастырғысы келіп, әділеттілік үшін күресіп жүріп, сол құрбан болып қалды деп ойлаймын. Жаңағындай бәрінің өзінің кәсібін алға жүргіземін, реттеймін. Алдына қойған мақсаттары, амбициясы болған кеңеске келген кезде. Соның құрбаны болып қалды деп ойлаймын. Өйткені әлі де өкінішке орай Өзбекстанның тарапынан да мысалы жемқорлық фактілер ояқта көп. Бұл деген жаңа шынымен айтып отыр, көптеген миллиондаған ақша, миллиардтаған ақша айналымда жүр. Оған ешкім нарық төлемейді, не Өзбекстан Республикасына төлемейді, Қазақстанға да нарық дұрыс төлемейді. Бұл кісілер соның бәрін жеткізу үшін енді жаңа Қазақстан деп құрып отыр, әділетті болады деп отыр. Соған сеніп, соның лебімен жүрген жігіттің бір сұрақ қойшы, бізде қазір құрылтайшысы кім? Бұрын негізі кәсіпте болған ба? Бізде жаңа Қазақстан деген тек қана құжат жүзінде осы оққан жоқ па? Жоқ, енді құрылтайшының мен атын атай алмаймын. Негізі жаңа құрылтайшы ол жерде. Құрылтайшының хабары бар ма? Жаңа ашып араласып жатыр ма? Сол жаққа барды ма? Әрине, құрылтайшының хабары бар. Әрине, ол кісі араласып жатыр. Ол кісі осы адвокат жалдау жағынан, басқа да сыртқы істер министрлігіне хабарлама беру жағынан барлығынан көмектесіп жатыр. Өзінің жан-жақты көмегін беріп жатыр. Содан кейін екінші мәселе ол мынандай нәрсе ғой, жаңағы айттым ғой басында, ол ер шекспей ғой, қазақта мақал бар. Ол жерде қарақалпақ бауырларды өзіміздің бауырлар ғой, негізі ол жаңағы бөтен не емес. Жаңағы шақырып сөйлескен балалардың бәрі, мысалы, не жазған, ар жазған адамдардың бәрімен біз телефонмен де сөйлестік қой негізі. Олардың бәрі кешірімін беріп қойған бір-бірнеше. Сосын кейін ол жерде бізде түсіндіріп айттық, осындай жаңағы бұл салада бірігіп жұмыс жасаса, яғни мемлекетке де салық түседі, тасымалдаушы да пайда көреді. Содан кейін жаңағы жолаушыларды комфортпен жақсы ары-бері қарым-қатынаста бола алады. Сондықтан барлық жағына ыңғайлы болсын деп, ол жігітке де, ол ар жазған жігіттерге де біз айттық. Осындай оларды кешірімін беріп қойған негізі.
бұл жерде біздің түсінбей тұрған нәрсеміз жаңағы неге созылды дегендегі мәселе. Ортадағы делдалмен 16 наурызда олар шығып кету керек болған. Олардың отыруына біреу мүдделі болып тұрған жоқ па? 16 наурызда шығып кету керек болған. Енді міне осы мәселеде біз дал болып отқан мәселеміз осы. Өйткені ар жазған адамдар олар кешірім беріп қойды, болды, біз жаңағы кешірім бердік. Претензиямыз жоқ деп тұр да олар. Бізден де қате кетті деп олар өздерін мойындап отыр да. Енді біз не етпейтін едік жаңағы. Мен телефонмен өзім сөйлескен жоқ, бірақ сөйлескен. Олар сонда жәбірленуші тарап қазіргі таңда арыз шағымы жоқ болып тұр ғой, арыз бастапқылар. Негізінде олар кешірім. Олар қағаз жүзде оны қылмыстық іс құжаттарына қосты ма жазып? Алдында енді мен өздері ұрып соғып өздері кешіреді екен, иә? Аға, қараңызшы, мына жерде сіз негізі бізге қарағанда әлдеқайда көп білесіз. Осы жерде ресми алаң болып, былай үстін ғана айтып отырсыз. Негізі түпкі мән мағынасын өзіңіз де біліп отырсыз ғой. Жаңа қарақалпақтар бауырларымыз деп отырсыз, оларды танитыныңызды айтып отырсыз, олармен сөйлескеніңізді айтып отырсыз. Нақты мәселе неде болды, соны айтыңызшы. Не үшін барды олар? Не үшін ол жерде таяқ жеп, не үшін отыр, соны айтыңызшы. Мәселенің бәрі сол ғой. Сол жаңағы делдалдардың өздерінің енді олар заңсыз істеп отқан бизнесінен айырылып қалу ғой негізгі мәселе. Олар енді әрбір адамнан 21 мың теңгенің 10 мың теңгесін олар өздеріне алып отырған. 250 мың сом примерно сондай болады. Сондықтан енді ол жігіттердің де мысалы мына жақта біздің Қазақстанда, Қарақалпақстаннан көшіп келген бауырларымыз да көп қой. Олардың бәрі де мысалы автобус алып сояқта жүргізіп жатыр, мысалы сояқта олардың бауырлары оларға көмектесіп жатыр мысалы. Солардың бәріне айтып түсіндірдік қой. Осындай мынандай болмайтын жерден сендер жаңағы дау шығарып, жаңағы елге күлкі болып, өзіміз жаңағы не болып отырмыз да. Сол қаладан адвокат жалдадық деп жатыр да қайта. Қазақта мақал бар ғой, қарға қарғаның көзін шықмайды деп та. Ол жақтан емес, жаңа айтып жатқан адвокатты баста неге осы өзіміздің Қазақстаннан жалдамады деген ой болып жатыр да меніңше. 3 ай не үнсіз. Ол жақтан жалдамай-ақ өзіміздің Қазақстаннан жалдаса осының шешімін табама деген ой болып тұр да. Мен юристік жағынан білмеймін да енді. Жаңа автовокзалдың бұрынғы хозяин деп отырмыз ғой, Болат Назарбаев деп. Соны ол Болат Назарбаев оңайлықпен беріп қоймайды. Наурызбакова Ташкентскийді автопқа, ол да сол кісінікі. Оңайлықпен бере қоймайды. Соған қарағанда сол кісінің андай нөкерлері бар емес па? Солармен делдалдың ортасында бір не болған шығар. Бір бұл жақта біз білмейтін бір сыр бар дейсіз ғой. Ұйымдасқан бір. Мынандай нәрсе ғой, ол анандай не жасаудың қажет жоқ та, бір миф жасап, бір ойбай анау болмаса домысыл дейді ғой, орысша айтқанда өзінше бірдеңе шығарып алудың қажет жоқ. Бұл қарапайым бизнес. Қарапайым бизнес енді істеп жүрген нені аяқ астында не болды? Бұл енді анандай енді ресми және бейресми келісімдер бар деп отырған. Многомиллиардный бір не емес қой, бизнес емес негізінде. Нефтяной анандай бір ойбай деп дау шығаратын, там артында бір адам тұр дейді. Негізінде бұл қарапайым бизнес, қарапайым адамдардың арасында болып жатқан. Енді жаңағы мен өзімнің жаңағы нем ретінде тасымалдаушы ретінде өзімнің мүдделерім бар. Автовокзал ретінде мысалы тасымалдаушылар сіздерге коллективтік түрде көмекке жүгінді ғой. Әрине олар келіп бәрі жиналады да, мысалы мынандай не сияқты ғой, кәдімгі жиналыс сияқты. Бәріміз бір жерде жұмыс жасап жатырмыз. Бір-бірін таниды. Олар келеді, айтады, мәке, дәке, мынандай жағдай болып жатыр, не істейміз? Енді олар өздері айтпақ, мысалы біздің неміз жетпейді, біліміміз жетпейді. Сөзіңіз аузыңызда кешіріңіз, енді мен айтып отырмын ғой, мен осы бағдарламаға кеп қана Даниярды естіп отырмын да, міне шыны керек редакторлардың кеше жіберді, бүгін танысып отырмын. Мен өзім Даниярды танитын, бізде адам танимыз ғой негізі, ол әділеттіліктің ұранын қолына ұстап жүгіріп жүрген азаматтардың бірі болған, сөзін ашығы керек. Бірі, ол маған келгенде де талабы сол болған. Мен кәсібімді заңды түрде жүргіземін. Маған аппарат орнату қажет, маған не керек деп кеңесін алған отыр ұзақ. Сол кезде де мен ойладым, шынымен де бұға дейінгі былықтар да бар деген сияқты, оның ішіне кухнясын араласпадым, бірақ Данияр айтты, осындай маған заңды түрде заң аясында жұмыс жасағым келеді. Кассамен ақшасын төлесін. Делдалдар шаршатты адамдарды, тасымалдаушыларды да шаршатты деп жаңа айтып отыр ғой, міне делдалдар ортадан ақшаны жұлып алуға тырысады. Ол да бір үлкен мафия ғой, кішігірім. Сондықтан да сол Данияр солардың құрбаны
құрбаны болып кетті деп отырмын мен делдалдардың. Енді құрбан болып кетпес үшін негіз бар ғой, негізгі әңгімеге оралайық. Енді ол кісілерді жалпы енді қалай араша түсеміз деген мәселе ғой. Мысалы осы уақытқа дейін шетелде істі болған сотталған отандастарымыз көп. Өзімізге белгілі Ақжарқын қарындасымыздың мысалы жалған жала жабылды, мен айту бойынша Қытайдың түрмесінде отырған 9 жыл болды. Жақында Мьянмада құлдықта болған қазақтарды шығарған әріптестеріміз көрсетті. Жалпы осындай фактілер өте көп те, қалып қойған, біздікілер араша түсалмаған. Бұл біздің дипломаттардың осалдығын білдіре ме, қалай ойлайсыздар? Әрине. Дипломаттардың осалдығы біріншіден, екіншіден біздің де бір бейжай қарағанымызды шығар, қоғамдық резонанс тудырмай, бір-бірімізге әрбір қазақ жалғызмын деп айтқанда былай, бірақ іске келген кезде өте нашар әрекет етіп жатамыз. Осыны жан-жаққа жариялап, айтып, бөлісіп, бір шум шығару керек. Үлкен мемлекет көлемінде, республика көлемінде, тіпті халықаралық сотқа да жүгінуге болады. Сол кезде барып біздікілер қимылдайтын шығар. Ал басқа кезде сол жабулы қазан, жабулы күйінде қала береді деп ойлаймын. Енді мен сіздерден сұрағым келеді. Жалпы соңғы рет күйеулеріңізбен сөйлескен кезде, олар бір қандай да бір сіздерге бір өтініш айтып деген сияқты ақша сұрап, бізден ақша талап етіп жатыр, сұрап жатыр деген сияқты бір ондай хабарламалар келген жоқ па сіздерге? Жоқ, онда ешқандай хабарлама. Бір жасырып, мүмкін айтуға ұялып отырған бір жағдайлар болды ма сіздердің араларыңызда? Соны сөйлескен кезде. Күтіңдер, уайымдамаңдар дейді, басқа ештеңе ондай сұраған жоқ. Яғни солай жылы жауап қоя салды. Өз андай жігіт қой деймін, былай күш-жігерлі, көп сырын ішкі айта бермейтін андай болады ғой. Сондай азамат па негізі? Жұмыс несін бізге айта бермейтін. Сіздерге айта бермейтін енді. Жұмыс жайында ешқандай әңгіме жоқ, бізге ондай айтылмайды. Тек қана сіздерге ақша тауып, нәпақаларыңызды беріп отырған азамат ретінде сіз көрдіңіз жолдасыңыз. Асқарбек, мына жерде біз енді бір жақты ғана сөйлеп отырмыз ғой. Сыртқы істер министрлігінің өкілін шақыру керек. Сыртқы істер министрлігінің өкіліне хабарластық, ол жаққа сұрау салдық. Дегенмен осы мәселе бойынша олар әзірге үнсіз. Өзбек елінің елшілігінен біреуді шақыру керек. Мысалға енді жағдай жан-жақты қаралу керек. Бұл осы бағдарлама шыққаннан кейін, осыны көргеннен біз тағы қосымша сұранып жібереміз. Жалғасы болу керек деп есептеймін. Бірақ әзірге бұл мәселе бар ғой, шыны керек бұндай ауқымда айтылмағаннан кейін, шыны керек 3 айдың ішінде үндемеген сыртқы істер министрлігі біздің бір бағдарламамызға бүйтіп келе қалу. Неге айтатын жоқ? Енді әзірге үндемей тұр. Осы жерде мен бір нәрсе айта кетейінші. Жалпы халықаралық қатынастарда бір өз белгілі ережелері бар. Мысалға біз Францияға барсақ, Турцияға барсақ, Түркияға, Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы болсын, Таиланд болсын, басқа жерге барған кезде бір сол жердің заңын құрметтеп барамыз. Дұрыс қой, ең әуелі. Бұл нәрсе, осы жағдай барлығына сабақ болу керек. Біз басқа жерге барған кезде батыр сияқты өзімізді ұстамау керекпіз. Өйткені ол жердің заңы басқа, бізді қорғай ма, қорғамай ма бір мәселе. Екінші мәселе, Қазақстаннан сыртқа шығып жатқан туристердің саны енді ғана артып жатыр, және осындай жағдайлар жиілеп кетті. Ол жағы қандай туризм, еңбек туризм болсын, демалу болсын, тағысын тағы жұмыс барысымен болсын. Енді осы мәселелерден біз сабақ алуымыз керек. Сыртқы істер министрлігі жұмысты жақсы істейме, жаман істейме деген бұл бөлек мәселе. Бөлек мәселе. Неге? Өйткені біз басымыз бар адам ғой. Қай жерге бара жатқанымызды біз білу керекпіз. Сол жердің заңын білу керекпіз. Сол жерде қандай жағдай бар, маған қандай қауіп төнуі мүмкін. Ренжімес, келіспеймін. Өйткені 3 ай бойы үндемей жатқан сыртқы істер министрлігі енді бұл бөлек мәселе деп отырмын ғой. Бұл енді мысалға мен қазір 3 ай емес 3 күн өтсе менің жақынымды біреу қамап қоятын болса, мен дабыл қағам. Әрине. Барлық жерге барып, далаға барып, жаңағы көшені жапсам да әйтеуір өзіме назар аудартуға тырысамын. Неге? Өйткені ол бөлек мемлекетте жатыр. Оның расымен де денсаулық қалай боларын біз білмейміз. Сіздердің мен шыдамдылықтарыңызға таңғалып отырмын. Таңғалып отырсыз, иә. 3 ай емес, 3 аптаның ішінде сіздер бар ғой, бүкіл жан-жаққа айқайлап, керек болса телеарнаның жанындай қасына барып, бір жерді бензин құйып өртеп, құтқарыңдар деп әйтеуір бірдеңе назар аударту керек. Енді бұдан артық не керек? Біз осы бұдан артық дегенде сіз 3 айдан кейін бірақ келіп отырсыз. Қараңыз, бұған дейін біз консульствоға сеніп отырдық. Одан кейін адвокаттардың жұмысына сеніп отырдық. Енді өйткені лицензиясы жарамайды дейді ғой, бұл жақтан жалдай алмайсыздар. Лицензиясы бар адам апаруға бола ма? Сыртқы істер министрлігі ғана кірісіп, адвокаттың құзыреттілігін жаңағы бекітіп бере алады. Бұл жерде шынымен де халықаралық адвокаттар... Сіздің лицензияңыз бекітіп беретін болса, баруға дайынсыз ба? Дайынмын мен баруға, әрине. Тем более мен осы бағдарламаны біздің шығылдап келіп отқанымыз мәселе енді бұрынғы анау деп атсыздар. Қазіргі мәселеміз біздің шай жатқан жолдастарымызды шығарып алу керек, елге қайтару керек. Қалайда біз соны талап етеміз. Ертеңгі аптада болатын сот белгіленді.
неде 30 сейсенбі күні болады. Соған біздің жағы сол жақтағы елшілік бара ма, бұл жақтан ұшып бара ма, кәдімгідей қатысып барлық жұмысын қадағалап, бағдарлама қашан шығады? Өйткені біз сенімсізбіз, өйткені ол жақтың соттар, білмеймін, ол қандай мемлекет екенін уже мен күмәнім бар да. Өйткені аналар арыздарын алғанмен жаңағы тергеуші басқа нәрсе жазып тастаған. Содан кейін ол іс ушығып кетіп отырды, ары қарайшы білмейміз. Мүмкін делдалдардың да кінәсі жоқ шығар, білмейміз да мына жерде. Бүгінгі біздің бағдарламаны түсірудегі мақсатымыз осы мәселені көтеру, айту, және де енді Алла қаласа амандық болса, сол азаматтарымызға араша түсу. Осы орайда мен сарапшыларымыздан бір ауыз ақылды кеңестерін сұрасам, не айтар едіңіздер отбасыға? Не істеу керек? Енді мен заңгер ретінде айтатыным, бұл жерде дереу жаңағындай дабыл қағу уақыты жетті. 3 ай күттіңіздер, әділеттік орнайды деп мемлекетке сендіңіздер, сыртқы істер министрлігіне сендіңіздер. Адамдар әртүрлі болады ғой. Біреу дереу дабыл қақса, біреу күтіп отырады. Мысалы, арыздарын жаздық деп отыр ғой, өтініш арқылы жазып жатыр. Енді ойлап отыр ғой, сол арызымыз басшылыққа алынып, тексерістер басталды деп. Бірақ та енді мынандай жағдайға дейін жеткізгеннен кейін амалсыздан осы бағдарлама келіп отыр. Мен енді заңгер ретінде айтатыным, ең біріншіден қылмыстық істің құжаттарымен танысу керек. Осы Қазақстанның ішіндегі заңгер мен болайын, мен де баруға дайынмын. Ұшып барып, нүкісте сол полиция басқармасына кіріп, тергеушімен жолығып, қылмыстық іс құжаттарын алып, нотариалды түрде аударып, танысу қажет. Танысқаннан кейін бұл қылмыстық іс елшілігіміз кірісіп, әр сот процесс қашан болатын, қай күнге бекіткенін, оған кім қатысатынын сіздерге айтып отыруы тиіс. Одан кейін осы жердің ғана біздің Қазақстанның бір заңгері, адвокаты араласып, қоғамдық резонанс бұдан да қатты тудырып, отандастарымыздың статусын күдіктіден жәбірленушіге ауыстырып, Қазақстанға алып келуіміз керек. Керек болса, егер де жаңағы сіздердің ауыздыңыз айтуыңызша, мен ол істі көрген жоқпын, танысқан жоқпын, жәбірленуші тарап қарсы арыз жазса, қояр қандай да бір арыз шағым жоқ. Келтірілген моральдық шығын өтелді деп егерде жазса, біздің Қазақстан Республикасында қылмыстық кодекстің 68-ші бабына сәйкес екі тарапты татуластырып, қылмыстық істі тоқтатады. Өзбекстанның заңнамасында да оған ұқсас заңдар бар. Оларды татуластырып, Қазақстанға жіберу тиіс еді. Әлі күнге ол жұмыс бітпеді. Сол үшін дереу кірісу керек. Сыртқы істер министрлігіне үлкен дабыл. Жақсы, қысқа нұсқа. Бізде негізі шетелден Қазақстанға осындай азаматтар кеп қылмыс жасаған жағдайда бізде наоборот болады да, қазақтардың өзін виноват қылып шетелдіктерді жібереді. Екінші мәселе, енді айтамыз бағдарламасына шыққаннан кейін мынау шешім, оңды шешім табады деп ойлаймын. Үшіншіден, мен медиатормын. Медиатор екі тарапты бір келісімге келтіру. Если екінші тарапта ешқандай арыз шағым жоқ болып, кешіреміз деп атқан жағдайда международный медиатормын. Мен де баруға дайынмын. 10 жылдан бері журналист болып келем. 10 жылдың ішінде мен мыңдаған жағдай естідім осыған қатысты. Біздің жігіттер сыртқа шығады, айтып отырмын ғой, мәселеге байланысты емес, қандай туризм болсын, демалыс болсын, жұмыс барысы болсын. Мәселе осыдан сабақ алуда. Бұл проблеманың жақсы не жаман жағы жоқ, пайдалы не пайдасыз болу керек. Енді басқа көріп отырған адамдар сіздер сияқты 3 ай күтпеу керек. Ешкімге сенуге болмайды. Журналист болғаннан кейін, жаңа қоғаммен байланыс маманы болғаннан кейін бірден дабыл қағу керек. Бірден жағы сыртқы істер министрлігіне қарасты өкілдіктерге хабарласып, қайта журналистерді тартып, осындай мәселені бірден көтеруге тырысу керек. Өзге де жұртшылық осыны көріп отырса, енді адамзат қанша өмір сүретін болса, сонша болады бұл проблема. Бұл міндетті түрде болады, неше түрлі проблема болады. Бірақ жаңағы заңгеріміз айтқандай, заңдық тұрғыдан өздеріңіздің құқықтарыңызды білу керексіз, және оны жылдам, жуық арада қорғай білу керексіздер. Кейінге қалдыруға болмайды. Кешіріңіз, бір не айтып жіберейінші. Медиатор сотқа дейін, сот барысында, соттан кейін де жүргізілетін қағаз. Жақсы. Документ. Ал мен кәсіпкер ретінде айтатын едім да, қазір делдалдар болып жатыр ғой. Шынымен, енді бұл жерде делдал мықты болып кетіп жатыр ма, сондай болып тұр ғой, енді 3 ай қамалып отқан аран. Қай жаққа баратын болсақ, барлық жерде делдалдар жұмыс жасап жатады. Біз тура ровно істеп таможнядан өтіп жатсаң да, әйтеуір делдал тұрады, ақша сорады. Бұл жерде де сондай делдал ойналып тұр ғой. Соның барлығы әділ өтсе деймін. Тек қана Нүкіс қаласы емес, біздің Қазақстанда да бүкіл қалада бар. Соның барлығы жоғарыдағы кісілер дұрыс шешімін шешсе деймін ше. Жақсы. Әсет мырза.
Енді бұл жерге сіздерге ақыл айтуға келген жоқпыз, дегенмен де бірақ тілекші екенімізді білдіріп қойық. Осы істің тезірек оңынан табылып, оңынан шешіліп, араларыңызға тезірек келуіне тілектеспіз, күйеулеріңіздің. Енді Құдай қалса, ол алдағы уақытта ол міндетті түрде шешіледі деген біздің сеніміміз бар, нық сеніміміз бар. Енді 3 ай күттіңіздер, аз ғана уақыт қалды. Осы аз ғана уақыт ішінде тез әрекет етіп, мына жерде мамандар отыр, солардың көмегіне жүгініп, отанымызға аман-есен оралуына тілектеспін. Жоғары жақтағы көкелерімізге алтын сырға. Дұрыс, тағы да айта кететін мән-жай, жаңағы мен енді өзімде қазір халықаралық заң компаниясының бас директорымын. Мен жаңа Қытай Халық Республикасы, Белоруссия, Россия, Украинамен менде өзара келісім шарт бар, меморандум. Егер сол жерде бір жағдай болса, мен сол жерге барып көмек көрсетуге дайынмын. Немесе сол жердің менімен меморандум отырған үлкен заңгерлік компания өздері қызметін атқарып көмектеседі. Бірақ өкінішке орай Өзбекстанға менде ол меморандум отырған жоқпын. Мен неге айтып отқан, неге біздің мемлекет Өзбекстанмен сондай меморандумға қол қоймайды? Неге сондай жағдай болған кезде біздің адвокаттар емін-еркін кіріп шығып, сол іске тікелей араласатындай жағдайға жеткізбейді? Бұл мемлекеттік аралық шешілетін нәрсе. Мен бірақ өзім жеке кәсіпкер болсам да, жеке кәсіпкер аралығында шешіп жүрмін. Мен сол жаққа хабарласып, сол жердің елшілігімен де байланысқа шығып, орнатып қойдым. Мемлекеттің атқару тиіс жұмысы. Мемлекеттің атқару тиіс деп есептеймін. Сол үшін көмек көрсетуге дайынбыз, ашықпыз. Енді бүгін бағдарламада көрдіңіздер, біздің негізгі мақсат ол алып, жай құрған айтып айқаймен қою емес, көретін министрлік болар, көретін билік болар, бірақ одан бөлек осы жерде оқыған екі сарапшымыз сіздерге қол ұшын созуға дайын. Бағдарламадан кейін де тағы ақылдасып, кеңесіп жатарсыздар. Көрші елде қамауға алынған қазақтарының қағажу көрмеуіне бірінші кезекте мемлекет бас қатыруы тиіс. Өйткені қорғансыздың күнін кешкен бауырларға өзіміз қол созбасақ, өзгелердің жарылқауы неғайбыл. Жалпы осы бағдарламадан кейін сыртқы істер министрлігі назар аударып, бұл істі бақылауына алар деп сенейік. Бұл Қазақ ютубындағы тәуелсіз ток-шоу айтамыз, біздің айтарымыз алда.